Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге корындық жасап көрсететін боламын. Рецептердің барлығын видеоның астына қалдырып кетемін. Бұл жерде бір жұмыртқа және бір ас қасық құмшекерді осылай жақсылап араластырып аламыз. Көпіршігенше осылай бір келкетіп араластырамыз. Шекері еріп, яғни көпіршігенше. Араластырып атқан кезде бізге бір шипочка тұз, яғни шамалы шым-шым тұз қажет болады. Тұзды да шамалы шым-шым тұзды сеуіп, тағы да бір келкетіп араластырамыз. Сүт бұл жерде менде 25 мл сүтті, яғни құрғақ затым 50 грамм ұнма бір ас қасық разрыхительді қосып араластырып, сұйықтыққа осылай құйып шығып отыратын боламын. Сұйықтығым менде блинның рецебі бойынша шығады. Достар, бұл жерде менде 10 сосиска, 10 сосисканы ортасынан бөліп жасадым. Кондитерлік құрал менде қағаздан жасалған, яғни бумажный палочки бұл жерде. Оны да бөліп салдым. Сосисканы ортасынан бөлгенім жегенге ыңғайлы, қолға ұстағанға ыңғайлы болсын деп осылай шағын қылып жасап көрсетіп жатырмын сіздерге. Балалардың жегеніне де, өздеріңізге де алып жегенге ыңғайлы болады. Палочкаға сосисканы тығып жатқан кезде мен майымды табама құйып, қыздырып қойған болатынмын. Газдың астында жанып қызып жатыр майым. Соған осы қызып тұрған майыма дайын болған палочка сосисканы осылай сұйықтыққа батырып алып, істеп бір келкетіп қуырып аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп қуырсаңыздар болады. Салған кезде тез-тез араластырып тұру керек. Біреуден қуырсаңыздар да болады, екеуден қуырып алсаңыздар болады. Достар, үйлеріңізде жақсылап жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әдемі болып шығады. Сіздерге жасамас бұрын менің видеомды соңына дейін көріп жатсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Корындықты осылай жеке-жеке қуырып алсаңыздар да болады. Мендегі дайын болған корындықтың бәрін әдемілеп тарелкаға саламыз. Міне дайын болды. Ас болсын. Жасап көріңіздер.